Қазақтың туыстық жүйесі. Халқымыздың туыстық жүйесі 3 сала бойынша өрбітіледі. Олар адамның 3 жұрты деп аталатын ата жұрт, нағашы жұрт, қайын жұрт. Осы 3 жұрттан сабақталып шығарылады. Ата жұрт. Адамның туған жұрты ата жұрт деп аталады. Ол 7 ұрпаққа таратылып айтылады. Айтушының атасы мен әжесі, әкесі мен шешесі, өзі, ұлы мен қызы, ұлдан туған немерелер мен қыздан туған жиендер, немереден туған шөберелер мен жиеннен туған жиеншарлар және 7-ші ұрпақ шөбереден туған шөпшектер мен жиеншардан туған туажаттар. Мұның өзі әрбір қазақ баласы білуі шарт етілген 7 ата. 7 атасын білмеген жетімдіктің белгісі. 7 атасын білген ұл 7 ұрулы елді тараталады деген аталы сөздер осыдан туындаған. Үлкен әкесінен, атасынан арғы ата бабаларын арғы атам, бабам, ұлы бабам, ұлы анам деп атайды. Немесе 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші атам деп рет санына қарай да айта береді. Арғы аталарымен бірге туысқан еркек кіндікті адамдардан тарайтын адамдарды аталас жақыным, ағайыным дейді. Әкесінің аға інісінен туған балаларды немерелес, көз немере, одан арғыларын шөберелес, ал аралығы 6-7 атаға жетсе жамағайын, одан ұзаса шағын ұрулас болып жіктеліп кете барады. Адамның туып өскен үйі, яғни әке шаңырағы, балаларды ержетіп бөлек отауға шыққан кезде қара шаңырақ үлкен үй атанады. Ағайынды жігіттердің әке шешелері қайтыс болса, қара шаңыраққа кенже бала ие болады. Кенже балаға ауысқан бұл атанасының түтін түтеткен орны киелі шаңырақ ретінде барлық ұрпақ үшін қадірлі, қасиетті орда болып есептеледі. Оған барлық отаулар, ұзатылған қыздар, құдажұраттар ырым қылып әртүрлі киіт сыйлықтар, соғым сойғанда мүшелеп сыбағылар әкеліп тұрады. Айт күндері Наурызда ең әуелі сол үйге барып әруақтарға құран бағыштап, ата-аналарын еске алады. Осылайша қара шаңырақты қадірлеу ата-баба әруағын қадірлеу болып табылады. Қазақ арасында әйгілі адамдардың шыққан қара шаңырағы да анық ескеріледі. Мысалы, Жарбұлақтағы Мәулітхан Нұрғазыұлы отырған үй Қабанбай батыр шыққан үй ретінде батырдың барлық әулеттері құрмет тұтатын киелі шаңырақ болып есептеледі. Қазақ ұғымында бұрынғы ата-бабалардың құт берекесі сол үлкен үйде қара шаңырақта болады деп түсіндіріледі. Ата-ананың басқа балаларына енші, жасау бөліп беруден қалған барлық мал мүлкі де осы қара шаңырақта кенже баланың игілігінде болады. Кенже баласын қазақ шаңырақ басарым деп айрықша әлпештеп, оны сүт кенжем деп зерделеп тәрбиелеп баулайды. Қара шаңырақта отырған кенжені басқаларда құрметтеп, ол үйдің дәмін үлкен үй ортақ, кіші үй бұлтақ деген әзілмен берекенің дәмі ретінде қарайды. Ауыл әйелдер қара шаңыраққа сәлем жасап кіріп, үйден шыққанда шегіншектеп артымен шығады. Бірге туған ағайынды адамдар арасында ең қадірлі, сыйлы, сөз өтімді адам үлкен аға есептелінеді. Өйткені қазақ жас үлкенді жоғары бағалайтын халық. Әке-шеше дүниеден өткеннен кейін әнелері мен қарындастар осы үлкен ағаның басқаруында болады. Оларды аяқтандыру, үйлендіру жұмыстарын сол үлкен аға орындап, әке-шеше өсиетін орындауға міндетті болады. Ұзатылған қыз бір мезгілден соң төркіндеп келуге, өз балаларына нағашы жұртын көрсетуге тиісті. Оны төркін жағы айрықша қадірлеп күтіп, оларға апам үйі Ақжайлау дейтіндей әсер қалдыру керек. Қазақ салтында төркіндеудің жолы үлкен. Ұзатылған қыз үшін төркіннің бірге туысқан бауырдың орны бөлек болған. Бұл жөнінде жұрт арасында мынадай аңыз тараған. Бұрынғы заманда бір әйелдің сүйген жары, өзегін жарып шыққан баласы және туған бауыр үшеуі бірдей айыпқа тартылып дарға суға бұйырылған екен. 3 бірдей жақынынан бір жолдақ айырылатын болған қасіретті әйел, мен қалай күн көрем, мені осылармен бірге өлтір деп қанның аяғын құшып
еңіреген екен. Әйел зарына сәлде болса жібіген қан, олай болса осы үшеуінің бірін таңда соны құтқарайын депті. Сол майданда әйел жарына да, іштен шыққан баласына да қарамай, тұп-тура туған бауырын барып құшақтапты. Бұған қайран қалған патша әйелдің бұлай істеуінің себебін сұрағанда, ол адамға сүйген жардың да, іштен шыққан баланың да қымбат екені хақ. Дегенмен бауырдың жөні бөлек қой. Құдайдың рахымы түссе, күйеу де бала да табылар. Бірақ бір құрсақтан шығып, бір емшекті емген бауыр қайдан табылсын? Сол үшін алдияр тақсыр бауырымды құтқарарсыз деп жауап берген екен. Әйелдің үлкен жүрегіне, даналығына риза болған қан буынды сөзге жығылып, әлгі үш айыпкердің үшеуін де босатқан екен дейді. Өз туысын өкпеге қиса да өлімге қимайды деген аталы сөз бәлкім осыдан шыққан шығар.